Помаданың 40% әртүрлі майлар құрайды. Ол сұйық май, какао майы. Көбіне мұндайды өңдеуге арналған минералды майлар қолданылады. Сұйық парафин 20% балауыз құрайды, яғни воск. Сіздер қолданатын помаданың құрамына көп жағдайда синтетикалық балауыз қоспақ. Біле бермейсіздер, 5%-ға жуығын бояуыштар құрамақ. Ол помадаға қажет түс береді, әрине зиян. 10% метанның химиялық қоспасы. Бұл помадаға жарқырауыш қасиет береді. Сол үшін де ұнататындарыңыз. А және Е дәрумендері баршылық. Олар ерінді жұмсартумен қатар қалпына келтіреді. Помаданы құстырарлық жағымсыз дәрежеден алу үшін дәмдеуіш қоспалар қоспақ. Олар 25%-ін құрайды. Статистикаға сүйенсек, өміріне қыз қауымы 863 помада сықпасын қолданады. Оған орай 5 килограммы ішке кетеді. Табиғи сұлулықтарыңызға зардап тигізбеңіздер. Айтпақшы, губная помада ерінді алабы деп аударылады екен. Ал сіз бұл помаданың жәндік көшемелдің қанынан жасалатынын білесіз ба? Каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыз.